İnsan сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Замана ағымында сондай ұзақ дәуір өтті. Ол дәуірде адамның аты дағы айтылмайтын еді. Яғни, жаратылыс тарихында адамның аты тұрмақ заты жоқ кезеңдері болған еді. Шүбәсіз біз адам баласын ер мен әйелден бөлінген құрама тамшыдан жараттық. Сөйтіп оны сынау үшін естейтін һәм көретін саналы тіршілік иесі қылдық. Оған тура жолды да көрсеттік. Енді қаласа, осынау нығметтердің қадірін біліп, тура жолмен жүретін шүкіршіл болар. Қаласа, күпірлік қылып теріс жолдарға түсетін рахметі жоқ, кәпір болар. Біле білсеңдер, біз кәпірлер үшін шынжырлар, бұғаулар һәм жалын атқан от дайындап қойдық. Ізгі жандарға келсек, олар кеселерге құйылған хош иісті, кафур қосылған жәннат суынан ішеді. Ол сондай бұлақ. Одан Алланың хас құлдары сусындайды һәм оны өздері қалаған бағытқа бұрып ағызады. Алланың аталмыш хас құлдары атаған нәзірлері мен тиісті міндеттерін лайықты түрде атқарады. Һәм кесапаты жер әлемді жайлайтын күннен қорқады. Өздері мұқтаж болып, ауыздарының суы құрып тұрса да пақыр міскінді, жетім мен тұтқынды қуана-қуана тамақтандырады. Һәм оларға біз сендерді тек Алла разылығы үшін тамақтандырудамыз, бұл жақсылығымыз үшін сендерден ешқандай қарымта да, алғыс та күтпейміз. Шүбәсіз біз адамның түрін қашырып, қабағына кірбің түсіретін алапатты күн туғанда, Раббымыздың жазасына ұшыраудан қорқамыз дейді. Алла оларды сол күннің кесапатынан сақтайды, һәм оларды жүздері бал-бұл жанған шат-шадыман күйде қабылдайды. Сабыр еткен үшін оларға жәннатты нәсіп етіп, кіл сусылдаған жібек киімдер кигізеді. Жұмақта салтанатты орынтақтарға шалқая түсіп, жайғасып отырады. Бұдан бұлай олар онда күннің аптап ыстығында бет қарыған аязды да көрмейді. Оларға жәннат бақшаларындағы ағаштар саясын түсіреді және шоқ-шоқ жемістері қол созым жерде тұнып тұрады. Олардың маңынан айнал-соқтап шықпайтын жұмақ қызметшілері оларға күміс ыдыстар және мөп-мөлдір қадақтармен зыр жүгіріп, алуан түрлі сусындар тасиды. Мөп-мөлдір күміс қадақтармен сусындар тасиды. Ішетін сусындарының түрі мен мөлшерін өздері біледі. Оларға хош иісті һәм сондай ләззатты жұмақ дәмдеуші зәнжәбил қатылған сусынға толы қадақтар ұсынылады. Бұл сусындар байып пен үздіксіз ағып тұратын сәлсәбил атты бастаудан құйылады. Мәңгі бақи балғын, пәк қалпында қалатын жұмақтағы жас балалар жұмақтықтардың маңынан айнал-соқтап шықпай қызмет етеді. Оларды көргенде жан-жаққа шашылған інжу екен деп ойлап қаласың. Қай жаққа қарасаң да қиял жетпес нығметтер мен зор сән салтанат көресің. Олар үстінде үлбіреген жасыл жібекпен атластан киім киіп, сәнді күміс білезіктер тағынады. Раббылары оларға тап-таза шарап ішкізіп, ерекше сый көрсетеді. Міне, мұның бәрі сендерге арналған сый-сияпат. Осылайша дүниедегі ерен еңбектерің ақталды. Уа ардақты елшім, шүбәсіз осынау Құранды саған бірте-бірте түсірген мына біз. Ендеше, Раббыңның үкімі шыққанға дейін сабыр ет. Адамдар арасындағы бірде-бір күнәһар мен кәпірдің тілін алма. Раббыңның атын ертелі-кеш зікір ет. Яғни, Раббыңа ертелі-кеш құлшылық ет. Сондай-ақ түннің бір бөлігін оған сәжде ет, һәм түнде ұзақ уақыт оны сен мінсізсің, кемшіліктен адасың деп ұлықта. Анығында бұлар, күнәһар кәпірлер, қолма-қол пайданы, яғни көз алдындағы қу дүниені жақсы көреді. Соған аңсар ауып, соның соңында жүреді. Сөйтіп алдағы өздерін күтіп тұрған ауыр күнді ескермейді. Оларды біз жараттық. Сондай-ақ оларға буындарын мықтап бекітіп, мығым дене бітім бердік. Қалаған уақытымызда олардың дене бітімін де, өзге қасиеттерін де өзгертіп жіберуге қауқарымыз жетеді. Шүбәсіз мұның бәрі игі насихат һәм ескерту.
Енді қалған жан өзін Раббысына жеткізетін жолға түседі. Алайда, Алла қаламайынша сендер еш нәрсе қалай алмайсыңдар. Шүбәсіз, Алла алим, бәрін білетін шексіз ілім иесі, хаким, әр үкімімен әр ісінде талай хикметтер болған асқан даналық иесі. Ол қалағанын шексіз рахмына бөлейді. Сондай-ақ ол өзіне өзгелерді серік етіп қосып, кешірілмес күнәға батқан залымдар үшін жан төзгісіз азап дайындап қойды.